Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео блогымызда үй жағдайында лағманның нанын жасауды көрсетемін. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізге бірінші салқын су 200 мл керек болады. Оның үстіне тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, нанымызды дайындаймыз. Лағманның нанын кішкене қаттырақ етіп илейміз. Созылып әбден тынған кезде жақсы созылады, әрі суға түсіп піскен кезде лағманның наны езілмей тұрады. Сондықтан қаттырақ етіп илеуге тырысамыз. 20 минуттай тындырып қоямыз. Нанымызды екіге бөліп, тағы 15 минутқа тындыруға жібереміз. Кішкене майлаймыз, сосын жайып аламыз. Жайған нанымызды кесіп дайындап аламыз. Нанымызды кішкене орташа етіп созамыз. Майымызды жағамыз, осылай дөңгелекше етіп орап қоямыз. Осылайша барлық нанымыздың бөліктерін осылай дөңгелекше етіп жасап аламыз. Майымызды жеткілікті түрде жағып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Нанымызды алып созуды бастаймыз. Ең алдымен төменгі жағынан бастаймыз. Жұқалап, жіңішкертіп аламыз. Екі қолымызға айналдыра алып нанымызды жаямыз. Столымызға кішкене 2-3 рет ұрамыз. Нанымыз бір келкі ұзынырақ болады. Мінекей достар, суымыз қайнады. Тұз салып, нанымызды саламыз. Бір жақсылап қайнағаннан соң 2 минуттай ұстаймыз. Кішкене май жағып қоямыз. Мінекей достар, біздің лағманымыздың наны дайын болды. Жасап көріңіздер, ұнаса тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала рахмет.